Сәлем достар, бүгін сіздермен голубцы рецептімен бөлісетін боламын. Менің парақшама тіркеліп отырыңыздар, парақшама кіріп басқа да видеоларды тамашалап отырыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Алдымен әрине 40 қабат қажет болады, оны жақсылап жуып аламыз. Алдағы уақытта капуста деп айта берейін, иә. Астындағы осындай қатты жерін жан-жағынан кесіп шығамыз. Кесіп алып тастауыңызға да болады, бірақ ол қиын, сондықтан тек қана пышақпен өтіп шығуыңызға кеңес беремін. Капустамыз міндетті түрде жұмсақ болу керек, және мен сіздермен қазір бір лайфхакпен бөлісетін боламын. Капустаны пакетке немесе пищевой пленкаге орап, жақсылап аузын байлап, микроволновкаға 10 минутқа салып қойсаңыз, капустаның әр жапырағы оп-оңай алынатын болады. Бұл әдістің ең оңай түрі, ешқандай суды қайнатып, күтіп, оны қарап тұрудың қажеті жоқ. Келесі кезекте пияз бен сәбіздің сыртын ашып, жақсылап жуып аламыз. Енді пияз бен сәбізді ұзынша қылдырып, турап дайындап қоямыз. Сәбізді ыңғайлы болып жатса, теркадан өткізіп шығуыңызға да болады. Осы уақытта микроволновкада қызып жатқан капустамызды жібіді, қыздар ыссы ақырындап шығарамыз. Капустаны сіздерге көрсетіп жіберейін, жайлап ашамыз қыздар, ыссы. Осылай әрбір жапырағын бөліп шығамыз. Көріп тұрсыңыздар, ештеңе де жыртылып, езілген жоқ, бәрі әдемі болып, ажыратылып жатыр. Капустамыз дайын болды, ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Отымызды жағып, отқа қойып, сұйық майды құйып, қыздырып, оның үстіне пиязымызды салып, сары болғанша қуырамыз. Пияз жақсылап қуырылды, енді үстіне сәбіз қосамыз, сәбізді де араластырып қуыратын боламыз. Салмасы әрине фарш болады, мендегі фарш сиыр етінен жасалынған. Содан соң күрішті қосамыз, күрішті міндетті түрде жылы суда 2-3 рет шайып, жуып аламыз. Құрамына қажетті тағамдардың бәрі дайын болды, енді бәрін біріктіретін боламыз. Фарштың үстінен күрішімізді саламыз, содан соң қуырылған пияз бен сәбізіміздің тек жартысын қосамыз, қалған жартысын сорпасына алып қоямыз. Ең соңында жақсылап тұздайтын боламыз. Фаршыңыз кішкене құрғақ болып жатқан болса, сұйық майдан бір ас қасық қосуыңызға болады. Салмасына қажетті тағамдардың бәрін қостық, енді жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Содан соң міндетті түрде фаршты орысша айтқанда отбивать етеміз. Ол қалай жасаймыз? Фаршты ыдысымызға осылай лақтырып аламыз. Сол кезде фарштарымыздың арасына ауа кіріп, кішкене жабысқақ болады. Құрамына қажетті тағамдардың бәрі дайын болды. Енді тек қана голубцыйымызды жинау қалды. Қатты жерін осылай жұқартып алып тастаймыз. Бір жақ шетіне салмасын салып, орайтын боламыз. Видеода бәрі көрсетілген, тап солай қайталап жасай қоясыздар. Менің видеоларым тамақ пісіріп, тек үйреніп жүрген адамдарға да көмек болсын. Капустаның жапырақтарын қалай ақырындап шешіп алуға болады, соны көрсетіп жатырмын. Және мына қатты жерін жұқартып, кесіп алып тастауды ұмытпаймыз. Капуста жапырақтарыңыз бітіп қалып жатса, майдалап турап, фарштың ішіне қосып, осындай ленивые голубцы жасап қоюыңызға да болады. Келесі соус дайындайтын боламыз. Қуырылған пияз бен сәбіздің жартысын алып қалған болатынбыз. Соның үстіне бір ас қасық ұн қосамыз, және де бір ас қасық томат пастасын қосып қуырамыз. Содан соң үстінен су құямыз.
Судың мөлшері өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Сұйықты жақсы көрсеңіз, суды көп құясыз, қою соусты жақсы көрсеңіз, суды аз құясыз. Және тұз бен қара бұрыш қосамыз. Соус дайын болды. Ендігі кезекте шұңғыл ыдысты алып, астына соусын құямыз. Содан соң бір ряд голубцайды салып шығамыз. Және тағы да қайталаймыз. Бірінші рядтың үстіне тағы да соус құямыз. Содан соң үстінен тағы да голубцайларымызды салып, тағы да соус құямыз. Голубцайларымыз біткенше осылай қайталаймыз. Голубцайдың үстінен тағы да су құятын боламыз. Голубцайларымыз суға жартылай батып тұруы қажет. Осы кезде сорпасының тұзын тексеріп жіберіңіздер. Дайын болу уақыты шамамен 30-40 минут. Мінекей голубцайларымыз дайын болды. Өте дәмді, сочный болып пісті. Бәріне ұнады. Осындай ерекше тағамдармен жақындарыңызды қуантып отырыңыздар. Ал менің айта кетерім, достар, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Каналыма кіріп басқа да керемет рецепттерді тамашалап көріңіздер. Лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.